әрбір соғыстың өзінің бір тактикалары болады, жүргізілетін. Осы соғыстың бұл партизандық тактикасы сол екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 20 ғасырда ғана пайда болмаған екен. Ол да ерте заманнан, соғыс қай уақытта шықты, сол кезеңде пайда болған екен. Мынау әсіресе орыс-жапон соғысында, сосын кейін орыстар мен француздардың несінде Наполеонға қарсы орыс шаруаларының осы партизан соғысын ұйымдастыруы, содан кейінгі мынау солтүстік Американы, яғни азат етуде осы американдық халықтардың да осы партизан соғысын қолданған екен жеңіске жетуде. Сонымен бірге мынау біздің 19 ғасырдағы осы орыстарға қарсы ұлт азаттық көтерілісті қазақтар да, яғни осы партизан соғысы сияқты тактиканы қолданған екен. Яғни бұл біздің тарихымыздағы бар нәрсе. Ол жай ғана бір күнде қолдан жасалған жоқ. Яғни партизан соғысы, жаңа мен жоғарыда айтып кеттім, осы екінші дүниежүзілік соғыс басталған кезде 39 жылдан 1 қыркүйегінен бастап соғыстың тактикасына байланысты мынау Сталин, Черчилль, Рузвельтпен бірге үшеуі қосыла отыра осы екінші майдан ашу жөнінде, сосын осы соғыстың, яғни адамзат баласына қасіретін көп қылдыртпай, яғни соны тоқтату мақсатында агрессорлерге, фашизмге қарсы, яғни тойтарыс беруде осы 41 жылы Ұлы Отан соғысы басталған кезде осы тактиканы қолданған екен. Яғни бұл европалық менталитетке де жақын нәрсе, содан кейін жалпы адамзат баласына да жалпы мәселе екен. Себебі осы партизан соғысында мынау чекистерден құралған, комсомолдардан құралған, коммунистерден құралған ұйымдарда қатысқан екен, жасырын, астыртын. Міне сонда осы әлгі Ресейдің әсіресе басты мынау соғыс аумағы болып жатқан Украинаның жерінде, содан кейін Белоруссия майданында дегендей, содан кейін осы орыстың жерінде, орыс кеңестік мынау недердің Ресейдің жеріндегі осы партизан соғысы, яғни партизан бұл майданның ашылуы, партизандардың бұл соғыстың агрессиялық мынау неміс фашист әскерлерінің қарсыластарымыздың мынау басты аудандарын әлсірету мақсатында, олардың басты мынау недері эшелондары тұрған, басты пункттері тұрған жерлерді білдіртпей, яғни осыны жоқ қылдырту. Яғни бұл шұғыл, қауырт партизандар мынау әскер солдаттарға, осы соғысқа қатысқан әскерлерге қарағанда партизандардың өмірі өте қиын болған. Себебі олар осы партизан жасақтары құрылған кезеңде олар бастарына мұз жастанып, астарына қар төсеніп, әлгі жылы су іше алмай, себебі от жағуға болмайды. Олар әрқашанда өзінің артқы жолдарын, жүріп келе жатқан жолдарын жауып кетіп, жасырып кету керек болған. Егер оны жау жағы әшекерлеп қоятын болса, оның түп-тұқиянына дейін құртып жіберуге дейін болған. Сондықтан олар бастарын өлімге бірден байлаған. Олардың ойында тек отан үшін отқа да түсеміз, яғни отан үшін барлық қасық қанымызды, яғни қиямыз деген ұранмен жүрген. Міне осы әсіресе мынау Украина жеріндегі мынау 65 мыңға жуық партизан недері болған екен, ошақтары құрылған екен, санаттары. Бұл Белоруссияда да болған екен. Осы Белоруссияда, мынау Украинада осы біздің партизандар, соның ішінде қазақстандықтар, мынау Медведев, Урощиченко, содан кейін Илинский, содан кейін Әди Шәріпов, Қасым Қайсенов, Молдағалиев, мысалы Жұманбаев деген, яғни көптеген біздің партизандар болған екен. Міне өзі бір Әди Шәріпов, өзі бір жағы жазушы, сол өзі осы партизан болып жүрген кезінде өзінің бір жазбасында айтқан екен. Біздер әрқашанда бүгін
таңертеңнен кешке дейін аман боламыз ба, болмаймыз ба, біз білген емеспіз депті. Біз өзімізді тек қана осы алдымызға қойған мақсатты орындау. Ол отанымыздың алдындағы борышымызды орындау. Бізде бірақ қана тілек арман болды. Алдымыздағы қойған мақсатымызды орындау. Яғни арттағы халқымызға бостандық әкелу, теңдік әкелу, жеңіс әкелу мақсатында болдық дейді. Міне сондай бір неде мынау Қасым Қайсеновтің, яғни дядя Вася атануы, сол Украина жерінде жүріп, украиндықтарға, яғни бүкіл партизандардың дядя Васясы атануы, міне, яғни осы Қасым Қайсеновтің ерлігі. Бұл яғни кезіндегі Қабанбай мен Бөгенбайлардың салып кеткен сара жолын қолданған екен. Солардың тактикасын қолданған. Яғни қалай жауды, қалай білдіртпей барып алу, әрине түнді жол табу, жүрудің өзі де. Яғни сол жол табуды кезінде өзінің кішкентай аталарынан үйренген, көрген, қазақтың даласындағы өзінің бұрыннан бері қолданған менталитеттік жағдайларын осы партизандық кезеңде де қолданған екен. Міне біздің осы партизан соғысында болуы, бүгінгі күндері осы партизанға қатысып, партизандық құрамаға қатысқан қазақтардың санының мөлшері әлі де толық дұрыс айтылмай жатыр. Себебі мынау енді бүгінгі күні біз 21 ғасырда өмір сүріп отырмыз. Осы аталған барлық партизандар, тіпті дядя Вася деп аты аңызға айналған Қасым Қайсеновтың осы екінші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлімі Ұлы Отан соғысында, яғни қаншама ерлік көрсетсе де, Ұлы Отан соғысының батыр атағын ала алмағаны өкінішті жағдай тудыртады. Кейіннен 2005 жылы анау қаһарман деген ғана не берді ке осы атақты халық қаһарманы ретінде. Бірақ мен айтар едім, бұл да сол кезеңдегі идеологиялық саясаттың, әккі саясаттың, яғни артындағы тұрған бір желіма, саясатыма деген ойым бар. Міне, яғни бұл партизандық соғысқа бір ғана үлкен ересек адамдар ғана қатысқан жоқ. Бұған біздің аналарымыз да, әжелеріміз де, біздің аталарымыз да, тіпті кішкентай мектеп оқушыларына дейін, есі бар балаларға дейін барлығы қатысқан екен. Тіпті мынадай бір дерек бар. Осы партизан қозғалысына, соғысына, партизан соғысына, тіпті мынау кезінде әке шешесі жоқ жетім балалардың санаты да қатысқандығы бар тарихта. Яғни сол жетім балалардың өздері де осы жеке өздерінің отрядын құрып, енді бала немістер оған көп көңіл аудара бермейді, бірақ қаншама үлкендердің тындырымды істерін атқарғандығы мәлім бүгін. Міне сондайлардың әлі де біздің мынау соғыс тұтқындары кезінде партизан қозғалысына қатысып, партизандық отрядтарға кетіп, сонда үлкен ерліктер көрсетіп, бірақ олардың аты бүгін әлі де айтылмай жатқандығында. Яғни бұл 80 жыл бір ғасырға жуық әлі бола қойған жоқ, бірақ не дегенмен әлі де талай фактілер ашылады. Бүгінгі күні біз осы Ұлы Отан соғысын айтпауымыз керек шығар. Мүмкін екінші дүниежүзілік соғыс тарихындағы партизан отрядтарының, жасақтарының құрылуы деп айтуымыз керек деген қазір көзқарастар да туындап жатыр. Мынау ғылымда, бір ғана тарих ғылымда емес, әлеуметтік ғылымдардың ортасында да. Бірақ бүгін мен айтар едім, енді шынымен біздің аталарымыз, біздің аналарымыз, біздің ағаларымыз отан үшін отқа түсті. Сондықтан біз енді Ұлы Отан соғысы тарихта алтын әріппен жазылғандықтан біз оны мүлдем бөлек алып тастай алмаймыз деген ойдамын. Сондықтан біз оны айтуымыз керек, дәріптеуіміз керек. Кешегі аталардың жүріп өткен жолы бүгінгі ұрпақтарға сабақ болу керек деген ойдамын. Себебі бүгінгі күні ғылым мен техниканың жетіскен кезеңі, біз сол партизан соғысы да, мынау Ұлы Отан соғысы да, екінші дүниежүзілік соғыста тіпті ешқандай соғысқа жол жоқ деп айтқым келеді.